Сәлем достар, бұл Алпысбай каналы, менің есімім Асхат. Бүгін бізде Каспий дүкенінен алынған перфоратор Kellner KRH 1300C. Қорап сыртында немісше Der beste Assistent деген жазуы бар. Бұл сөздің мағынасы үздік көмекші. Шынымен де үздік көмекші ме? Көрейік. Перфоратор қобдишамен келеді. Бұндай салмақтағы және осындай калибрдегі перфоратор қобдишамен келуі қалыпты жағдай. Қобдиша болмаса бұл аппарат істен шығатыны белгілі. Дегенмен бұл қобдишаға сұрақтар бар. Яғни қобдишаның сапасына. Айтпақшы, салмағын айта кететін болсақ, бұл перфоратордың салмағы 7 кг 400 грамм. Тоқ кабель ұзындығы 2 метр. Әрине мейлінше ұзын болғаны жақсы болар еді. Дегенмен үй шаруашылығында қолдануға 2 метр жеткілікті болып қалар. Менің қолыма кеңейтілген комплектация түскен секілді. Перфоратормен қосымша 5 бұрғы келді. 3 тесуге арналған бұрғы және 2 қашауға арналған бұрғы. Бұрғыға қоса бұрғыларды майлауға арналған май келеді. Ескерту, бұрғыларды майламаса перфоратор істен шығады. Енді перфораторлардың характеристикасына тоқталайық. Тұтынатын қуаты 1300 Вт. Соққы энергиясы 6-8 джоуль. 3 режимінде жұмыс істейді. Бұрғылау, соққымен бұрғылау және қашау. Ең жоғарғы максималды бұрғы диаметрі бұрғыланатын материалға байланысты. Мысалы, ағашты бұрғылайтын болсаңыздар 44 мм, бетонды бұрғылайтын болсаңыздар 32 мм, металлды бұрғылайтын болсаңыздар 13 мм. Өндіруші перфоратор 3 жыл қызмет етеді деп жазған. Бірақ 3 жыл қандай режимде? Үй шаруашылығын қолдану режимінде ме, яғни айына жылына бірыңғы тесу, әлде кәсіби қолданыс үрдісінде ме, яғни күніне 100 шақты ұңғы тесу? Белгісіз. Қосымша, өндірушінің сөзіне сенсек, перфораторда бұрғының қысылып қалуынан сақтайтын жүйе бар. Егер шынымен де мұндай жүйе болса, бұл пайдасы зор. Енді перфоратордың артықшылығы мен кемшілігіне тоқталайық. Артықшылығы қуаттылығы ұнады, ұңғыларды тесу оңай, бұрғының айналу жылдамдығын реттеу бабы ыңғайлы, материалына байланысты қажетті жылдамдықты таңдауға болады. Жоғарыда айтылған бұрғының қысылып қалуынан сақтайтын жүйе бар, бірақ бұл жүйені тексеру бұйырмады, бұйырмасын деп те тілеймін. Бұрғыларды тез ауыстыру мүмкіндігі. SDS Plus бұрғыларын көріп жүрген шығарсыздар. Осы түрдегі бұрғылардың ауыстыру ыңғайлығы айтпаса да түсінікті. Ауыстыратын бұрғыларының бірге келуі. Бұл аппараттың қораптан ақша салысымен қолдануға мүмкіндік береді. Қосымша бұрғы іздеп қажеті болмайды. Ал енді кемшіліктеріне тоқталайық. Қобдиша алар алмастан зақымдалған. Қобдишаның 3 жыл қызмет ететініне үлкен күмән бар. Кабель салыстырмалы түрде қысқа және қобдишада қайырылып тұрады. Бұл жайт кабель ғұмырын қысқартады. Салмағы ауыр, 7-4 кг. Аппарат ұзақ уақыт жұмыс жасауға ыңғайсыз. Бұл осы аппараттың артықшылықтары мен кемшіліктері болды. Енді видеоның басында айтылған Der beste Assistent деген сөзге келетін болсақ, үздікші көмекші деп айтуға асықпас едім. Мүмкін жай ғана көмекші шығар, бірақ үздік деуге ерте. Бүгінше осы қарағандарыңызға рахмет. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар және видеомен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Асхат және бұл Алпысбай каналы. Сау болыңыздар.